Сәлем достар, бүгін түрлі түсті моншақтар мен бисерлермен жұмыс жасайтын боламыз. Алдымен ақ орамалды кесіп, жан-жағын тігіп дайындап аламыз. Оған өзімізге ұнайтын ою түрін салып, майда бисерлермен жұмысты бастаймыз. Өзіңізге ұнайтын түрлі түсті моншақтарды, майда бисерлерді бір-бірін үйлесетіндегі таңдап алып, және орамалдың шет жағындағы шашақтарына, моншақтарына сәйкестендіріп безендіреміз. Сол бойынша біздің салған ойымыз бір-біріне үйлесіп, әдемі көрікті болып шыға келеді. Жасалу жолдарын бәрін байқап отырсаңыздар, қиындығы жоқ. Майда бисердің шетін бәрін қоршап тігіп аламыз, және ойымызды анық салып алсақ, барлығы да оңай болады. Мен сыйға тартқан орамал, жоғалар бір күн жоғалар. Мен сыйға тартқан орамал, сен қайда қалып барасың? Қарайған өкті ғанасың, жанымды үнсіз жаралап, жарасын өзің танасың. Тоналар бәрі тоналар, өзіңдей кімдер болалар. Жоғалар бір күн жоғалар, мен сыйға тартқан орамал. Міне достар, қаншама еңбек кетті, бірақ естесінен андай керемет орамалдар дайын болды. Барлығын менімен бірге болсаңыздар, бұдан да керемет дүниелерді тігіп үйренетін боламыз. Іске сәт барлықтарыңызға тек алда комментарий, лайктарыңызды аямауларыңызды өтінемін достар. Келесі видеомда кездескенше.